құрметті қонақтар, қадірменді ата-аналар, ұстаздар, біз қазір осы кішкентай бүлдіршіндерімізді бірнеше уақыттан бері дайындап, осындай алдарыңызға әп-әдемі өнерлерімен алып шыққан музыкалық және актерлік жетекшілерінің осы ортаға шақырып, алғыс хат табыстауды рұқсат етіңіздер. Сондай-ақ мектеп өміріне белсенді араласып жүрген бірнеше ата-анамыз бар. Осы кісілерге де алғыс хаттармен марапаттауға рұқсат етіңіздер. Ол үшін ортаға педагогика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор, Диди және Шамшырақ ұлттық мектебінің негізін қалаушы Дабылтаева Райхан Еспергенқызын ортаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Құрметті ата-аналар, құрметті қонақтар, сіздермен осындай үлкен іс-шарада бас қосып отырғанымызға өте қуаныштымыз. Сіздер үйде 5 бала, 4 бала тәрбиелеп отырсаңыздар, біздің ұжымның, менің қазіргі уақытта осыншама балаларымыз бар. Бұл балаларға тек қана білім ғана емес, тәрбие ғана емес, шығармашылық бағытта дамытудамыз. Сіздерге алғысымыз шексіз. Және де ерекше бір нәрсені мақсат тұтқымыз келеді. Жеке меншік мектептері осындай білім, осындай тәрбие, осындай шығармашылықта бағытта балалар тәрбиелейді деген мақсатымызға жеткендігіміз туралы сіздердің алдыларыңызда дәлелдеме көрсетіп отырмыз. Бұл нәтиже Диди балабақшасы және Шамшырақ ұлттық мектебінің ұжымының нәтижесі. Бірнеше қызметкерлерімізге алғыс білдіріп, алғыс хат, Әуезов аудандық білім басқармасының атынан алғыс хат табыстауға рұқсат етіңіздер. Және де осы мектебіміздің жалпы даму бағытында үлкен демеушілік көрсеткен ата-аналарымызға да алғыс хат табыстауға рұқсат етіңіздер. Жалпы Диди білім балабақшасы және Шамшырақ ұлттық мектебінің ұжымына алғысымыз шексіз. Алматы қаласы Әуезов аудандық білім бөлімі алғыс хат. Құрметті Қуанбай Шынболат Қайратұлы, сізге музыка арқылы балалардың шығармашылық қабілетін дамытуға қосқан елеулі үлесіңіз үшін шынайы алғысымызды білдіреміз. Сіздің кәсіби шеберлігіңіз, сабырлығыңыз бен шабыттандыратын еңбегіңіз әр баланың өнерге деген құлшынысын арттырып, олардың өзіне деген сенімін нығайтты. Сізге зор денсаулық, шығармашылық табыс пен шабыт тілейміз. Балалар жүрегінде қалдырған ізіңіз мәңгілік. Ізгі тілекпен Диди балабақшасы және Шамшырақ ұлттық мектеп ұжымы. Әуезов ауданы білім бөлімінің басшысы Гүлнар Рахимовна Саттарова. Район, отдел образования города Алматы. Благодарственное письмо. Уважаемая Сергеева Юлия Сергеевна, выражаем вам искреннюю благодарность за ваш высокий профессионализм, творческий подход и преданность делу в обучении и воспитании детей. Благодаря вашей энергии, таланту и любви к хореографическому искусству дети раскрывают свои способности, обретают уверенность и вдохновение для новых достижений. Ваш вклад в развитие эстетического вкуса и артистизма у подрастающего поколения невозможно переоценить.
Спасибо за терпение, заботу и искреннюю любовь к своему делу. Желаем вам крепкого здоровья, творческого вдохновения, благодарных учеников и новых ярких побед. Алматы қаласы Әуезов аудандық білім бөлімі алғыс хат. Жаңа жоғарыда айтылған мәтін сияқты құрметті Нұрғазы Қуанышбек Өмірбекұлы. Сізге алғыс білдіреміз. Енді ата-аналарды алғыс хатпен марапаттауды рұқсат етіңіздер. Алғыс хат. Құрметті Ботабаев Әділет Бекежанович, сізге балаңызға берген тағылымды тәрбиеңіз, көрсеткен демеушілігіңіз бен білім ордамызға қосқан зор үлесіңіз үшін шын жүректен алғыс айтамыз. Бала болашақтың шамшырағы, оның қабілетін ашып, жарқын жолға бағыттауда ата-ананың қолдауы ең басты тірек. Сіздің жанашырлығыңыз балаңыздың сенімді болашағына жол ашып отыр. Сізге зор денсаулық, отбасыңызға амандық, жасаған әрбір жақсылығыңыз мол табыс тілейміз жақсылығыңызға. Балаңыздың алар асуы көп болғай, ізгі ниетпен Дидей балабақшасы мен Шамшырақ ұлттық мектебі ұжымы. Дәл осындай мәтінмен алғыс хат құрметті Тажиханова Жібек Әбдисаттарқызы. Мәтінде алғыс хат құрметті Бейсен Еркін Дидей балабақшасы мен Шамшырақ ұлттық мектеп ұжымы сізге алғыс білдіреді. Залда көрген жоқпын, бірақ жолдасым жүрді екен. Тура осындай мәтінмен алғыс хат құрметті Арстанбек Сейсен. Байва Айгерім Мереке қызы. Дәл осындай мәтінмен алғыс хат құрметті Айтасов Нұрболат Айтасұлы. Балабақшасы және
Шамшырақ ұлттық мектебі ұжымы және әкімшілік атынан тағы да барлықтарыңызға алғысымызды білдіреміз.